Мен мектепшілік ғылыми жобаның жетекшісі болғандықтан, жас мамандарға жобаның тақырыбын таңдау жолдары атты шебер сыныпты өткізуді жөн көрдім. Қайырлы күн, жас мамандар. Бүгін сіздерді көрген өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен менің бөлісуге алып келген тақырыбым жобаның тақырыбын таңдау жолдары. Алдымен сіздерге осы ғылыми жобаны жазу барысында келтіретін қиындықтарды анықтап алсақ, ол үшін тақтаға шығып, теректің діңгегіне өздеріңізге келтіретін қиындықтар жазып берсеңіздер. Әркім өзінің жоба барысында қиналатын тұстарын жазса. Шыға беріңіз тақтаға. Біздегі қиындықтар, мұрағаттарды жинауда қиналамын бірінші, ақпарат табу, материалдарды іздеуден, мақсат қоюдан, практикалық бөлімнен, тақырып таңдаудан. Бұл мәселелердің барлығын сіздерге мен шешімін айтып өтейін. Бұның барлығы тақырыпты дұрыс таңдаудан. Және тақырыпты таңдау барысында ол тарихтан, әдебиеттен болсын, 18-19 ғасырдағы мәліметтер болсын. Жалпы ол мәлімет тақырыпты таңдау барысында жаңашылдық енгізу арқылы біз тақырыпты ауқымды ете аламыз және тақырыпты қызықтырақ ете аламыз. Егер біз тақырыпқа жаңашылдықты енгізе алмайтын болсақ, онда тақырып зерттеліп қалған тақырып тәріздес қызықсыз болып қалады. Мысалға, Ұлпан романдағы менеджмент мамандығы деген алатын болсақ, менеджмент мамандығы мен Ұлпан романын екеуін байланыстыра отырып, бұрынғы тақырыппен ескі тақырыппен жаңа замандық тақырыпты екеуін байланыстыра отырып, біз үлкен ауқымды тақырып жаза аламыз. Жоқ, біз әлі тақырып таңдамадық па? Сол таңдай алмадық. Да, не алайық? Репрессия алайық. Тың игеруді алуға болады, мысалға. Ұлы отан соғыс кезіндегі адам санының азаюын алайық. Бұл демографиялық дағдарыс. Онда Демографиялық дағдарысқа қарағанда экономикалық дағдарыс жаңашыл сияқты. Қайғысы? Сонда? Ұлы отан соғыс жылдарындағы экономикалық дағдарыс. Келісесіздер ме? Оны жаза қойыңыздар. Құрылымын құра беріңіздер ары қарай. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise in your senses, me and you. Light it up on the road. Let's make love tonight. Make it up, falling. Жалпы бүгін біздер тақырыптың таңдау жолдарын таныстық деп ойлаймын. Келесі біздің бас қосуымызда мен сіздерге ғылыми жобаның құрылымын құру жолдарын ұсынатын боламын. Келесіде
жалпы белсенділікпен қатысуға сіздерді шақырамын. Енді сіздерден бүгінгі осы кауч барысында қандай ақпараттар алдыңыздар, қандай әсер алдыңыздар, сол туралы сіздерден білгім келеді. Сол себептен тақтаға шығып, біздің терегіміздің енді жапырақтарына өздеріңіздің бүгінгі каучлаған алған әсерлеріңізді жазып кетсеңіздер. Not trying to be in it, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me, are you too? Can you feel